Бастай беріңіз. Ассалаумағалейкум, қадірлі достар. Біздер Алматыдан атарлы болса Ақтөбеге бүгін келіп отырмыз. Мақсатымыз қаңтар қырғыны зерттеу орталығының жұмысын әрі қарай жалғастыру. Оған дейін біздер оңтүстікте Тараз, Шымкент, Қызылордада болдық. Сосын шығысқа шығып, о жақта Өскемен, Семейде болып, өздеріңіз сияқты азаматтардан көптеген куәліктер алдық. Біздің мақсат ең алдыменен кешегі қаңтар қырғыны кезінде оқ атылып, халықтың арасынан қаза болғандар, сосын одан кейін қамауға түсіп, ұрылып, соғылып, қиналып, азапталып, түрлі болмаған нәрсені мойындатып жатқан жағдайларды айқындау. Өкінішке орай оның барлығы орын алып отыр, оны бәрі біледі. Сол куәліктерді жинап, сосын реттеп, тиянақтап, мәліметтер банкісін жасап, түпкі ниетіміз, мақсатымыз сол бүкіл материалдарды халықаралық деңгейге көтеріп, халықаралық ұйымдардың құзырына тапсыру. Сол арқылы енді өздеріңіз көріп отырсыздар, Қазақстанда бұл мәселелерді шешіп алу өте қиын. Өйткені сот мәселесі, тағы басқа жағдайлардың қандай екенін білесіздер. Сол тұрғыда халықаралық деңгейден көтеріп, осыған ықпал етіп, нәтиже шығару. Атап айтқанда, қаза болған азаматтардың шын мәнінде ешқандай терроршы емес екенін, олардың бейбіт халық екенін, өйткені қаңтар кезінде көшеге алаңға шыққан адамдар, азаматтар мыңдаған өзіміздің еліміздің азаматтары барлығы да бейбіт ниетпен шықты. Ешқандай оларда бүлдіру, қирату, өртеу, тағы басқа қылмыс жасау ниеті болған жоқ. Оны бәріміз білеміз. Кейін сол бейбіт митингіні бүліншілік ретінде көрсету үшін, осы елдің ішінде, сосын шетте де солай қылып көрсету үшін жасыратын ештеңесі жоқ. Биліктің өзі арандатулар жасады. Түрлі өртеулер жаңағы айтқан жасады, қиратулар, оқ ату, адам өлтіру. Бұл халықтың жасамайтын тірліктері. Біздің халқымыз ондай халық емес. Қай-қайсысы да алаңға шыққан кезде өздерінің бұрыннан қордаланған көкейіндегі ой пікірлерін айтып талап қоюға шыққан халық. Мен өзім ортасында болдым. Алматының республика алаңында сол қашаннан бері біз өзіміз шын айту керек, жасыратын жоқ. Осы халқымыз көп болып шығып талап қойса екен деп армандап жүретін едік қой. Бірақ сөйткен кезде біз ол бүлдіру үшін емес мақсат. Бейбіт түрде деп айтатынбыз. Бейбіт түрде шығып, өзінің үнін билікке жеткізіп, халыққа жеткізіп, керек болса халықаралық деңгейде естіртіп, өзіміздің негізгі мақсатымыз қазіргі Қазақстанды 30 жылдан бері билік келе жатқан диктаторлық режимнен құтқару мәселесі. Ол жасырын емес, бері айтылып келе жатыр. Соның ішінде өздеріңіз білесіздер, кезінде осы Қазақстанда ешқандай жұмыс істеу мүмкіндігі болмағаннан кейін шетелге шығып, КДТ ұйымын жандандырған, КДТ ДВК деп білесіздер ғой, орысша айтқанда. Соны жандандырған Мұхтар Әблязовтың әрекеттері, оның жүргізген үгіт насихаттары, тікелей эфир, тағы басқа, сонда айтылды. Онда бағдарламалар айтылды, көрсетілді. Мына билік өзгерген кезде қалай болады жағдай, не істеу керек деген мәселелер бар. Оның ішінде ешқандай да бүліншілік мәселесі жоқ, және болмайды. Міне сондықтан сол халықтың әрекетін және халық үшін еңбек етіп, қызмет етіп жүрген ұйымдардың әрекетін бүліншілік қылып көрсету үшін мына қаңтар қырғынын жасады, өкінішке орай біздің билік. Міне соның бетін ашып алу, осы шындықты көрсету, шетелге жеткізу, оның ішінде өзіміздің елге де, өзіміздің азаматтарға да, өзіміздің халыққа да осыны жеткізу шындықты. Біздің басты мақсатымыз. Сосын бір айта кетуді керек ететін мәселе, қазір
жүрген жерімізде біздің байқағанымыз, жаңа айттым ғой, қай қалаларда, қай облыстарда болды. Соның барлығында байқалғаны, сол зардап шеккендердің көбісі қорқып қалған. Жай ғана тек өзінен өзі қорыққан емес ол. Органдардың тарапынан қысым болған, қорқытулар болған, үркітулер болған. Соның салдарынан шындықты айтуға тайсалатын жағдай бар. Ал бұл дұрыс емес. Өйткені егер біз мына қолға алған шаруамызды діттеген жеріне жеткізіп, бір нәтиже шығарайық десек, оған көмектесетін тек қана шындық, тек қана ақиқат. Барлығын ашық айтып, жария түрде жеткізетін болсақ, міне сонда бұл өзінің нәтижесін береді. Ал егер ой, өлген бала өлді ғой, одан енді не шығады деген сияқты әңгіме айтылатын болса, ол дұрыс емес, түбегейлі дұрыс емес. Өйткені ақыр аяғында елдің ішінде мысалға бір малдың шығыны болып жатса да, тіптен оны түгендемей ме? Соның себебін іздемей ме? Оны әңгіме қылмай ма? Ал енді бұл барлығы да адам баласы ғой. Кез келген елде, кез келген мемлекетте ең бірінші байлық, ең бірінші құндық ол адам. Адамның өмірі мен денсаулығы. Сол тұрғыдан алған кезде мына екі мәселе осыған тікелей тіреледі. Біріншіден қаза болғандар оққа ұшып. Енді бірден айта кетейін, арасында мысалға бейкүнә құрбандардың қаншама көп болғандығын түсіну үшін, мәселен 4 жасар бала, періште ғой, 4 жасар, Айкөркем, сол оқ ұшты. Сосын айталық, кішкентай сәбиін емізіп отырған ана оқ ұшты. Әйтпесе машинасымен келе жатырған отбасы, ата-ана және олардың жасөспірім қызы түгел опат болып кетті. Бұлардың арасында қандай терроршы көріп отырсыздар? Терроршы жоқ. Қазіргі жасап жатқан мына әрекеттердің барлығы органдардың тарапынан қамап, жаңағыдай ұрып соғып, азаптап, мойындату мәселесі, оның барлығы жаңағы Тоқаевтың айтқан өтірігін растау мақсаты. Тоқаев не деді? Орталық Азияның бір қаласынан Алматыға 20 мың терроршы ұшып келіп, Алматыға ойран салып, бүлдіріп, қиратып, атып, өлтіріп, сосын қайтадан ұшып кетті деді. Енді бұл ешқандай ақылға сыймайтын өтірік екені өзінен өзі белгілі нәрсе. Оны ол не үшін айтты? Оны айтқан себебі мына кейінгі болған жаңағы арандатулар, ату, бүлдіру барлығын ақтау үшін. Міне көрдіңдер ғой, осындай терроршылардың шабуыл болғасын мәжбүр болдық осыны жасауға деген сияқты әңгіме айту үшін. Ал өтірікке құрылған саясат. Соның негізінде сосын Тоқаев бұйрық берді. Тағы да жаңағы өзінің халыққа қарсы биліктің әрекетін растау үшін, ақтау үшін ескертусіз көздеп ату жөнінде бұйрық берді. Бұл қазақтың тарихында бірінші рет болған жағдай. Соның нәтижесінде ақыр аяғы жаңағы айтылған бейкүнә адамдар құрбан болып кетті, опат болды. Одан басқа енді міндетті түрде айтылатын мәселе, мына өтіріктердің барлығы Құдай қаласа ашылады. Ол өтіріктің құйрығы бір тұтам дейді ғой халық. Сол сияқты бұл үлкен өтірік, бүкіл әлемге жария қылып айтқан өтірік. Оның барлығын олар дәлелдей алмайды, өйткені жоқ нәрсені қалай дәлелдейді? Өтірік екені міндетті түрде дәлелделеді. Сосын осыған кінәлі ең алдыменен биліктің адамдары, Тоқаев өзі бастаған, сосын оның бұйрығын орындаған, солардың барлығы әшкере болып жауапқа тартылады. Ол күмәнсіз нәрсе. Міне осының барлығына қол жеткізу үшін біздер жүрміз Қазақстанды аралап, қазір өздеріңіз алдарыңызға келіп отырмыз. Сосын және де тағы назар аударатын мәселе, ол осы болған жағдайдың барлығын біз жария қыламыз. Жария. Жалпы бірден айта кетейін, біздің қазір қолымыздағы ең басты қару жариялық. Кім болса да қылмыс жасаған адам әр кезде жариялықтан қорқады, ең алдымен. Ал қылмыс жасаған кім екеніне көзіміз жетіп отыр, біліп отырмыз кімдер екенін. Демек, оларды көрсетіп, атын атап, түсіністеп, жария қылып айтатын болсақ, міне, тізесі дірілдеп, аяғын тартатын кез осы болады. Ал үндемей отырса, олар құтырына береді, естеріңізде болсын. Сондықтан осы шындықты тек біз ғана емес, өздеріңізде айналаңызға жеткізіп жүрсеңіздер өте жақсы болар еді.
өздеріңіз білетін де шығарсыз, қай жерде, қандай отбасында, қандай жаңағыдай я қаза болды, я туыстары, жақындары, балалары қамалып, қиналып, азапталып жатыр. Осының барлығын біліп, сол арқылы хабарласып, осы жағдайды айту. Айтқанда жаңағы олардың қорқуды тоқтату керек. Қорықпау керек. Бізден қылмыскерлер қорқсын. Біздің ісіміз ақ, адал. Сол себептен біз ештеңеден қорықпаймыз. Бауыржан Момышұлының сөзі бар, халықтың батыры, ұлт батыры ғой енді. Әрине ол жауынгерлерге бағыштап айтқан сөз, оның айтқаны бар. Мына адамның ішінде бір ит бар, үріп тұратын. Ол ит үрей дейді, үрей. Міне сол үрейден, сол иттен арылмай, сен жауынгер бола алмайсың, сен күрескер бола алмайсың деген. Міне осы тұрғыда біздің халқымыз осыны түсініп, сондай әрекетке келуіміз керек. Мына Украинада соғыс болып жатыр, көріп отырсыздар. Егер сол Украинаның халқы барлығы бір тұтас күш болып қарсы шықпаса агрессорге, Путлердік Ресей 3 күнде өздері жоспарлағандай басып алатын еді. Олар жоспарлады солай, 3 күнде Украинаны басып алып, капитуляцияға келтіріп, сосын сол күні Газманов деген әртістерінің концертін өткізетін болып жоспарлаған ғой. Ол болмады. Қазір мінекей 3 аптаға кетті соғыс. Украинада керіскен жоқ. Бір адамдай тұтасып, өз халқы, елі, жер үшін соғысып жатыр, жан аямай. Сол сияқты бізде мына жүріп жатқан мына жағдай, бұл да соғыс, естеріңізде болсын. Мынау бұл биліктің, иманнан безген, Құдайдан безген жауыз биліктің халыққа қарсы жасап отқан тірлігі, бұл да соғыс. Сондықтан осы соғыста біз жеңіп шығуымыз үшін бізге жаңағыдай жағдай керек. Психологиялық тұрғыда өзімізді жаңағыдай күреске дайындап, қорықпай, үрікпей, керісінше батыл түрде күресу керек. Ол үшін тым болмағанда болған жағдайды, шындықты сол қалпында айтып беруге жараса, міне сол үлкен бір тірлік болады. Осыны біз айтып жүреміз, сіздер де айтыңыздар. Енді егер сұрақтарыңыз болып жатса, оған да жауап береміз. Сосын енді менің қасымда отырған бізбен бірге осы Қаңтар қырғыны зерттеу орталығының мүшелері Бекзат Мақсұтханұлы, бәлкім көріп біліп те жүрген шығарсыздар. Нағыз Атажұрт дейтін ұйымның Қытайдағы қазаққа байланысты осыдан біраз бұрын басталған күрес, үлкен күрес. Соның ортасында жүрген азаматтар, соның қазіргі басшысы, оның басшысы Серікжан Біләш қойын, білесіздер. Оны елге сыйғызып алды, соттады, оттады, сөйтіп ақыры шетелге кетуге мәжбүр етті. Енді осы шақта қазір оның орнында күресіп жүрген осы Бекзат Мақсұтханұлы. Сосын енді сол жағында отырған азамат бұл Әсет Әбішев. Бәлкім оны да көрген шығарсыздар. Өйткені көрініп жүр, өзінің іс-әрекеттеріменен осы саяси тірлік үшін, билікті сынаған үшін, билікке қарсы әрекет жасаған үшін бейбіт әрекет болды. Соттап, түрмеге отырып шықты 3,5 жыл. Оның бер жағында осы мына қаңтар кезінде қамауға түсіп, қамауға алынып, көкала қойдай ұрып соғып, азаптап, Әсетті де қинаған. Оны басынан өткерді. Сол себептен енді біз бәріміз де осы күрестің ішінде жүрген адамбыз. Сол себептен жағдайды жақсы білеміз. Енді осы азаматтардың пікірін қысқаша тыңдайық. Ассалаумағалейкум, ақтөбе достар. Осы 2022 жылдың қаңтар айында осы зор қан төгілді. Қан төгілгенде де қазақтың қаны төгілді. Қандай қазақтың қаны төгілді дегенде 30 жыл әбден қиналып, 30 жыл әділетсіздік ұшырап, өздің отанының байлығы талан-таражданып, тіпті байлықтан тағы да одан да бір сорақысы жетімдерімізді де сатып шетелге осындай сорақылықтың ішінде 30 жыл өмір сүріп, сол жиналған ашу-ыза сол қандарда шыққан болатын. Ол тек қана газ енді ол тек қана бізде бір ұрығын атқарды. Негізі ол 30 жылдық ашу-ыза болатын, әділетсіздікке қарсы. Дегенмен біздің қазақ қолына қару алған жоқ, бейбіт шықты. Өйткені біріншіден біздің халқымыз өзінің мемлекетін өзі талқан қылғысы келмейтін халық. Отанды барлық қазақ сүйеді. Екіншіден
2014-тен бастап, 2015-тен бастап қарудың бәрін жинап алды ғой. Қару жоқ. Ал енді анау міне қару таратып жатыр. Міне деп машинамен өздері жаңағы арандатушылар, оның ішінде сол полиция мен КМБ-дің өздері қару таратты ол жерде. Бірақ біз міне неше қаланы араладық. Бір нәрсені айта кетейікші. Барлық қалада сценарий бір. Қару таратады, су таратады, содан кейін бензин таратады, сойыл таратады. Ал қару тараған қару қандай қару? Қару таратқан қару, онда ешқандай оғы жоқ қару. Оғы жоқ қаруды өздері барып таратқан, бірақ видеоға түсіріп таратты. Міне қару таратып жатыр деп. Бірақ ол оғы жоқ қару болған. Және де бір жақта біреулер атып жатыр. Бірақ халыққа таратқан жаңағы қару дегені ол оғы жоқ қару. Ал енді кімді атып жатыр мәселе? Қандай оғы жоқ қарумен атып жатыр ма? Ол бір. Екіншіден су таратқан. Су таратқанда ол адамдар жай шыққан халық не жаман ойлайды. Бауырым су ішіп ал деп жолда тұрған адамдар бәріне су таратқан. Ол судың ішінде адамның есінен тандыратын, адамның көзін қызартып жіберетін заттар болған. Оны да жоспарлы түрде бүкіл қалада, біз аралап шыққан бүкіл қалада сондай бір сценарий. Сосын кейін арнаулы видеодан көрген боласыңдар. Жаңа бүлікшілерді, арандатушыларды полицейлер өздері алып келіп, жаңа көпшіліктің арасына келіп машинасымен тасып әкеп бергені. Оны да көріп отырсыздар. Полицейлер неге оларды ұстамайды? Қайта керісінше оларды халықтың арасында өзі сопровождениемен әкеп таратып жатыр. Бензинді де солар ұйымдастырып таратқан. Оның барлығы да бізде дәлел айғақтар бар. Дәлел айғақ болғасын айтып отырмыз. Ал енді осындай жағдайлар болып жатқан кезде бір жаңағы ұйымдар шықты. Біз сөйте қоятынбыз, бүйте қоятынбыз деп. Мысалы, кімнің үйі? Айман Омарова. Өзінше атақты заңгер болып жүр ғой, адвокат болып жүр. Сол шықты, мен кереметпін, мен осыны адықтай қоятын адаммын. Абзал шықты, мен осыны керемет қыламын деп. Құспан. Абзал Құспан. Ал енді олардың кім екенін халық қазір білді. Кезінде алданған шығар. Біз де алдандық оған. Кезінде біз де алданғанбыз. Серікжан да алданды оған. Біз Атажүз соған жаңағы Серікжанды ақтап алады деп, жаңағы Алматыдан Астанаға ұшқан, қайта ұшқанына бизнес класспенен 180 мың теңгеден бір барғаны. Сондай келе тапып жүрдік, өзімізді ақша бердік. Сөйтіп жүрген Айман, кейіннен жаңағы Дулаттың ісінде қалай не істегенін, оның барлығын көрдік, білдік. Солар өтіріктен мына жаңағы осы қырғынды ұйымдастырған, елді халықты арандатып, бүкіл қазақты террорист қылып шығармақшы болған сұмырайларға уақыт тұтып беру үшін кірісіп кетті олар. Оларға уақыттың созылғаны керек, жаңағы залымдар осыны ұйымдастырған. Ал енді солар кірісіп кеткен соң, біз ойладық, мына халық тағы да алданатын болды. Сондықтан міне Жасар ағамен ақылдаса отырып, қаңтар қырғынын зерттеу орталығы деген орталық құрылды, Жасар ағаның басшылығында. Оған біз Нағыз Атажұрт кезінде Серікжан құрған, қазір мен басшылық ететін Нағыз Атажұрт соның қолдауға біз шешім қабылдаған болатынбыз, біргеміз. Біздің Нағыз Атажұрттан негізі 3 адам шыққанбыз, билет алып. Пойызға мінетін кезде біздің Тілек деген жігітіміз келе алмай қалды, басқа шабанменен Тілек Ниязбек деген. Қазір мен және мына жерде Ғалым Рақыжан деген бауырымыз бар. Содан кейін осы қаңтар қырғын зерттеу орталығына тағы да әйгілі адвокат өздеріңіз білетін азамат Шыңғуат Байжанов мүше, Жарылқап Қалбай мүше осыған. Сондай азаматтар. Енді біздің мақсатымыз шындықты ашу. Жаңағы біліп сіздердің бастарыңызда ғой жағдай ғой. Прокурор менен соттар бірлесіп алып, бір айдан кейін сізді дайындап, бір айдан кейін шығарып жіберем туыстарыңызды дейді. Бір ай өтті ма, 2 айға тағы сот ұстап жүріп жатыр ғой. Неге? Олар уақыт тұту үшін. Уақыт үшін өтірік себепсіз басқа да сылтаулармен созып жатыр уақытты. Оның біреуі болса, қарапайым бер жағы болса, жараланған адамдардың жарасы жазылсын, көгілгені болса, көгілген кетсін деп күтіп отырса, екіншісі басқа бір сылтау себеп табу. Яғни өздерінің қылмысын жасыру үшін уақыт ұтып жатыр. Оған біздің жаңа сұмырайлар, адвокаттар бар, адвокаттың құрған ұйымдар бар, органның ұйымдар бар, бәрі көмектесіп жатыр. Ал енді біздің мақсатымыз қалай? Біздің мақсатымыз осыны бүкпесіз түрде жасырмай, асырмай да. Дәл сіздердің аузыңызбен қалай айтылды, жағдай қалай болды, соны өздеріңіз аузыңызбен айтылған видео айғақтарыңызды, немесе жазба айғақтарыңызды халықаралық ұйымдарға жіберіп, оның ішінде Еуропарламент бар, халықаралық басқа да ұйымдар бар, сосын кейін түрлі дамыған елдердің парламенттеріне, конгресстеріне, үкіметтеріне жібереміз. Сол арқылы ғана әсер етпесек, мына жерде жаңағы мен бітіре қоям, қырып жоям деген ұйымдардың барлығы да өтір. Мына жерде істемейді. Өздері қылмыс істеп,
өздері жаза алмайды ғой. Олар бұл жерде ешқандай. Ал енді кейбір адамдар арланып та жатыр, бірақ біз барған кезде мысалы Талдықорғанда, Таразда бізге кезіге алмай немесе кезігуден жасқа шақтаған кісілер кейіннен осы жақында әсіресе өткен апта көп нәрсені түсініпті. Ойбай біз алданыппыз. Бізге босқа уақыт өткізіп жатыр екен мыналар. Енді білдік деп артымыздан өздерінің видео айғақтарын бізге жіберіп жатыр. Сол сияқты енді кім қандай зардап шекті түрлі дәрежеде. Соның барлығын айтыңыздар. Біз барлығымыз жабылып осы істің ақ-қарасын немесе сотталып жатқан, жазықсыз сотталып жатқан, тіпті жазықсыз марқұм болып кеткен кісілерді деп сақтап алуымыз керек. Неге ол қайтыс болған кісілер террорист деген жаман атақпен өлу керек? Ал енді түрмеде азапталып жатқан кісілер неге жазықсыз азапталу керек? Ал түрліше басқада үйінде отырып еркіндік шектеліп жатқан кісілер бар санкциямен. Оларды неге еркіндік шектелу керек? Бұл қылмыстың кім істегені, неге істегеннің барлығы біздің билік істеді, бұны ешқандай жасыратын ештемесі жоқ. Тап осы үшін мен жауапкершілік алуға дайынмын. Билік істеді. Олар өз қолындағы билікпенен мына сансыз байлықтан айырылып қалмау үшін халықты құрбандыққа шалып отыр. Өздерінің арасындағы, мүмкін өздерінің арасындағы талас шығар, соған біздің халықтың бүкіл қазақты террорист көрсетуге әрекеттеніп отыр. Ал енді бүкіл қазақ террорист болса не болады? Адамдар ойлап көрді ме екен? Террорист қылып жіберді, қазақ деген террорист қылып жіберді. Ондай болатын болса, біріншіден шетелдегі қазақ диаспоралары, Қытайдағы 5 миллион қазақ болсын, Өзбекстандағы 3 миллион қазақ болсын, барлығы террорист болады да, олар кез келген Қытай немесе Өзбек атып тастаса, олардың сұрағы жоқ болады. Қазақ террорист деген сөз, олардың бәрі террорист деген сөз. Ал шетелде жүрген біздің азаматтар, оқып жатқан азаматтар болсын, жұмыс істеп жатқан азаматтар болсын, онда оларды да бір өлтіріп тастаса, сұрағы жоқ. Бүкілі террорист неге? Қазақ террорист болса, олар да террорист болады. Сонда бүкіл қазаққа қауіп төнді деген сөз. Ақтала алмайсың, оны ақталу үшін қанша уақыт керек? Бұл деген өте сұмдық нәрсе. Бір халықты, бүкіл бір мемлекетті, осындай Қазақстан сияқты алып мемлекет ұстап отырған халықты террорист деп атау, бұл сұмдық. Бір бөлім адамды, бір ұйымды атап жатыр, оны көріп отырмыз. Бірақ бір мемлекеттің халқын террорист деп атаған осы бізде ғана шығар. Бұндай бір мемлекеттің халқын түгел Афғанстанда халқын бәрі террорист деп жүрген жоқ қой. Тек қана талибандардың кезінде террорист деп айқайлады. Бірақ олардың өзі қазір террорист емес, мойындады, мемлекетте, үкіметте мойындап жатыр. Олар халқын террорист деген жоқ. Ал бізде халқымызды, жай халқымызды террорист деп, бүкіл қазақ халқын террорист деп отыр. Сондықтан біз бұның орынсыз екенін, бұны тіпті өрескел қате қылмыс екенін білеміз. Сондықтан біз осыны халықаралық деңгейде көтереміз және соңында осы кім осы қазаққа жала жапты, кім біздің боздақтарымызды өлтірді, қорлады, соны жауапқа тартамыз қалай. Соған әрекеттенеміз. Бірақ ол үшін осы халқымыздың көмегі керек, айғақтар, білген айғақтарыңызды бізге берулеріңіз керек. Жақсы. Рахмет. Я орысша қайталап айтайын онда. Для того, чтобы было международное расследование, нам нужны ваши показания. Показания ваших близких или за тех, кто сидит, кого избили. Мен өзімде отырғам қандарда 7 күн мен ұстады заңсыз. 4-го меня задержали, 10-го только вечером отпустили. И все 7 дней меня били там. Я сам видел это, я сам прошел через это. Я видел ребят, которых привозили туда, я видел, как пытают, я видел, что делают с молодежью там. Как одевают пакеты на голову, как душили, как забивали, как в крови проносили полуголых ребят. Поэтому это очень важно. Если мы будем молчать и дальше, значит мы ничего не добьемся. А чем больше мы будем говорить, значит будет больше результатов. И результаты будут именно международное расследование. С Таразда болғанда там один вопрос был о том, что яртым еспеші телге айту. Не сидят нас здесь убивают. И помочь нам, кроме кто нам власть поможет какая-то. Кеше ғана мен поезда барған жүргенде выступление генерального прокурора я там вскользь увидел. Он отказывается от того, что есть 20 тысяч террористов. Кім айтты деп сұрап жатыр журналистер. Кім айтты деп сұрап жатыр. Вот Тоқаев айтты, а он не знает. Генеральный прокурор не знает. Или делает вид. Или делает вид, понимаете? И непонятно, кто врет, и они не дадут никакой правды. Мен өзім жазып жатырмын қазір заявление там в антикоррупционную службу, там в прокуратуру, именно для того, чтобы увидеть результаты того, что они будут делать с моим документом. Будут они его продвигать дальше, будут они отказывать. На сегодняшний день меня в антикоррупционную службу не пустили 4 раза. По моему заявлению, я подал заявление, меня 4 раза не пустили туда. Причина — сотовый телефон. Причина — сотовый телефон, и они не могут объяснить, почему я не могу зайти туда с сотовым телефоном. Чего они боятся? Это же не бомба.
Это мое личное имущество, которое я не буду оставлять в какой-то маленькой коробке, которую они показывают там. Поэтому законы у нас сегодня не работают. Если они работают, то работают против нас. Нас не охраняет правоохранительная система, а, я не знаю, она нас... Наоборот, она все эти... создает все такие условия невыносимые, и люди сегодня боятся. Сегодня полицейские ведут себя как бандиты. Они могут приехать и забрать тебя из дома без какой-либо повестки, но даже сейчас повестки не нужны для этого. Вот сол үшін біз жүрміз қазір, кішкене соның бәрін көрсету керек бізге. Заң жоқ Қазақстанда. Поэтому и мировое сообщество сегодня на примере украинской войны, они убедились в том, что делает правительство у нас. Именно руководство страны. Что ОДКБ, войска, которые заходили, никакие не миротворцы. Это абсолютно не миротворцы. Это были провокаторы и убийцы, которые зашли в Казахстан для того, чтобы убивать наших близких. Социальные сети хотите, да? Социальные сети. У нас группа правозащитников работает в Европе. У нас здесь, внутри Казахстана, правозащитники работают. Те документы... А по документам еще хочу сказать, извините, да, я сейчас отвечу вам на вопрос. По документам хочу сказать, что все документы, которые у вас есть на руках, оригиналы, никогда в жизни никому не отдавайте. Даже следователю. Вы олар өтірік выемка жасаймыз, письменно, қол қойып береміз, печать қоямыз, там, только дайте документы. Вы их потом не найдете, поверьте. Я знаю, что в алматинских городских больницах они изымают документы все. Они заберут у вас, заберут оттуда, и все. А с копиями вы ничего не докажете, потому что жасаватқан бәр билік. В любом случае это ихнее все. Нету оригиналов, вы ничего не докажете. Поэтому оригиналы ни под каким предлогом никому не давайте, даже нам. Все, что нам нужно, это ваше слово, фотографии ваших близких, ну и доверенность, которую мы попросим вас заполнить, для того, чтобы мы могли представлять интересы ваши на Европарламенте, в ООН по правам человека и инициировать международное расследование в Казахстане именно по январским событиям. Көп жиналды, бірақ біз адам жинаған жоқпыз енді, но работает не только наша группа. Есть напрямую с правозащитниками связываются люди, есть, которые боятся приходить на такие встречи, они отправляют, у нас есть телеграм-бот, на который